Май салдың ба, Секе? Қайырлы таң. Қайырлы таң, қызым. Қайырлы таң, қызым. Тамағыңды іш. Қалай ұйықтадыңыздар? Ой, қалай ұйықтады демекші. Шынында да түнімен ұйықтай алмадым мен. Мана оң жақ қабырғам қақсағанда шаншып. Анау кішкентай кезімде ат тепкен ғой мені. Артқы аяғымен сақ еткізгенде 4 сағаттай табылып жатыппын. Сол ғой дейім енді шығып жатқан. Ой, ол ат емес. Мен ғой, сен түнімен қорылдама деп шынтақпен түртіп шыққан. Әй, азамат бір оянбайсың ғой. Сен ба? Иә, мен ғой. Мына шынтағымды көтер алмай қалыппын бар ғой. Ойбай. Қайырлы таң. Қайырлы таң, балам. Апа неге мен ерте тұрғыздыңыз? Бүгін демалыс қой. Ой, балам, кешірші, ұмытып кетіппін. Апаңда қай бір ми қалды дейсің. Таң атса болды, оята берем ғой мен. Бірақ ерте тұрғанда жақсы ғой? Иә. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық дейді. Осы баяғыда әкем марқұм бізді таңғы 5 болмай тұрғызып алатын. Демалыс күндері ма? Күніге? Не үшін? Білмеймін, таңертең өзің ішіп сатын болу керек. Бірақ мен ерте тұрғызғандарыңыз жақсы болды. Қалада бір-екі жұмыстарым бар еді, қазір қалаға шығамын. Ей, сенің сабақтан басқа қандай жұмысың бар? Сіздерден ақша алып, сонша әңгіме естігенше өз ақшамды өзім тауып жұмыс іздеймін. Не айтып отырмын ол? Жұмысқа шығамын ес? Сен әлі оқушы емессің ба? Иә? Аш жүрсің ба? Жоқ, жалаңаш жүрсің ба? Енді өзімізді емес демесең, тұратын жерің бар. Жоқ, әке. Өзіңіз айтатын едіңіздер, жұрттың баласын қарашы, сен сияқты. Анандай, мынандай деп. Мен де сол жұрттың баласы сияқты қыдырғым келеді, жүргім келеді. Арман, сен қайта тәубеде. Біздің топта бір қыз әлі қыстық етікпен жүр. Қойш, қыстық етікпен жүр ме? Я, партанасына аяқ киім шешіп отырады. Шүкір деу керек. Тәубе деу керек. Баяғыда біз әке шешемізден ақша сұрау дегенде білмеуші едік. Енді біліп жүріңіз, әке. Қазір заман басқа, оның үстінен қалады тұрамыз ғой. Көріппеңе қарап көсіл дейді. Мен көрпеңе қарап көсіл болғанда ертерек ойланбадыңыздар ма? Байдың балалары оқиды, мектепке бердіңіздер ал. Енді біз жетіскенімізден бердік пе? Жақын болған соң беріп отырмыз ғой. Жоқ, әке. Апа, неге ашуланып отырсыздар? Мен сіздерден ақша сұрап тұрған жоқпын ғой. Жай ғана жұмыс істеймін дедім ғой. Шынымен де, апа, неменеге ашуланасыздар? Ода тұрған ештеңе жоқ. Істеп көрсін. Істесінші осы жұмыс. Көрейік, не қиратар екен. Мүмкін сол кезде ақшаның қадірін түсінетін шығар. Сөйтсін мұнда. Қойшы. Туған жер тербеп, ауылда өстік, қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл-гүл жайнаған, қала тамаша, мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұрамыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұрамыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Алло, саламатсыз, сіздерге даяшы керек жоқ па? Алып қойдыңыздар ма? Жүрек. Алло, саламатсыздар ма? Сұңқар мейрамханасы ма? Сіздерге даяшы керек жоқ па? Тәжірибе дейсіз ба?
Тәжірибе бар. Тәжірибе деген жетеді ғой, мен үйдің кенжесімін да. Бүкіл тірліктерін барлығы мен істеймін. Анаған барып кел, мынаған барып кел, дүкенге барып, көлікті жу. Даяшы деген сондай емес па? Бүгін? Бүгін келейін ме? Сағат 12-де? Міндетті түрде келем. Сіздердің мекенжайларыңызда қандай автобус барады? Тый. Сағатбек! 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 Ыдыс-аяқ жуып жатсам, қайта-қайта толып қалып жатыр. Жөндеп берші. Қазір мына кино бітіп кетсін. Кино біткен несі, мен ыдыс-аяқ жумайын ба бүгін? Ыдыс-аяқ дейсің ба? Қой, басқа сенің жұмысың тоқтамасыншы. Анау құрал саймандар. Орында тұр. Саған не керек өзі? Бұл шен, Сағатбек. Қай-қайдағын айтып басымды ауыртатын. Туй, бұш. Қалай ұстауат? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Біздің мейрамханаға қош келіпсіздер. Менің есімім Мырзаханов Арман Сағатбекұлы. Сізге барлық әзірлерді көрсетейін. Фуаграма әлде сізде ақшасы төлейсіз бе? Карточкамен төлейсіз бе? Жоқ. Саламатсыздар ма? Бұл біздің мейрамханаға қош келіпсіздер. Сізге фуаграма әлде қандай тағамдарға тапсырыс бересіз? Менің есімім Мырзаханов Арман Сағатбекұлы. Сен немене өз-өзіңе сөйлесіп тұрсың? Өз-өзіммен сөйлесем, басқа біреумен сөйлесем, өзіммен жаныма көлеңкемдер тауып, үшеуміз отырып әңгімелесеміз. Өз күнімді өзім көрейін деп отырмын. Баш кедергі келтірмеші. Енді өз күнімді өзің көрмегенде сен күнімді біреу көріп жүрмеді? Айдына мен қаланың ең қымбат мейрамханаларында даяшы болып жұмыс істейін деп отырмын. Бүгіннен бастап мен Арман емес, Арман Сағатбекұлы деп айтатын бол. Бірақ даяшылар ешқашан аты жөнімен атамайды. Даяшының аты даяшы. Тағы бір аты бар. Немесе бауырым бергірші. Қойшы, өзім білем, даяшы болам ба, бауырым болам ба, беркелі болам ба. Сен еркектердің тірлігін араласпай, бап картоғыңды ашсай. Жарайды. Арман, даяшылардың 80% қыздар. Ше. Сағатбек, көзбен емес қолмен жұмыс жасайды. Басташы енді. Бастағанда бұл бірден бастап кететін жұмыс емес қой, кішкене ойланайық та, тоқтасашы. Бұның да өзінің механизмі болады. Аңылдамай былай тұршы. Өзің көрейінші. Тістеуіңді беш. Алло, Дамир, келіп қалдың ба? Жарайды. Жақындағанда хабарлас. Мен дайындала берейін онда. Міне, өзімнен артылатын жұмыс жоқ екен ғой. Ой, енді менде шабыттың да ашылмай тұрды енді. Шабыт шақыратын ақын бедің. Мыналарыңды ал. Сәке, сыртқы есіктің тұтқасы бар ғой, соны қатайта салшы. Салбырап, құлап қалайын деп тұр. Ана тұтқан ма? Ол түк емес оны. Қазір жөндей салам мен оны. Сен ба? Қайдан келдің? Қаланың ішін аралап, мейрамханалар іздеп, даяшы қызметін іздедім. Даяшы? Е? Мынау жақсы әңгіме ғой. Қай жерге орналастың? Жұмысқа алмай қойды, сенің тәжірибең жоқ. Аламын ғой. Қызығы, ол даяшыға неме тәжірибе керек? Үйден ақ жүріп үйренуге болады ғой. Қалай сонда? Қалай сонда? Мысалы, мен ал шай ішкім кеп тұр. Не істеу керек? Шай ішу керек. Ал жарайды.
жүр жақсылап тұрып шай дайындамайсың. Қожаң қатырасың ғой сізге. Даяшыға мен өзім ақ дайындайын. Түс ба? Күреңдеп тұрып қойсаңшы жақсылап. Болды ғой, әңгіме жоқ. Төледіңіз біздің мейрамханаға? Мейрамханаларыңыз әдемі екен. Өздеріңіз келдім. Иә. Ей, тұра тұрыңыз. Бірінші орындықты мен қойым керек қой. Неге біз өзіміз-ақ қойып отырып жүрміз ғой мейрамханада? Бұл қымбат мейрамхана ғой. Қымбат мейрамхана екен. Иә. Жарайды, жақсы. Рахмет. Қандай тамақтар? Маған палау әкеңізші. Палау. Қазір аспазшыдан сұрап көрейін. Көрмейін күтетіңіз. Жарайды. Сіз жазып алыңызшы. Барқыт матадан 12 метр. Иә, 12 метр. Сосын ана астарына, мен сізге өткенде көрсетіп едім ғой бір матаны. Иә, содан 15 метр аласыз. 15 метр. Тамақ бар ма? Бар, тоңазытқышта тұр. Сосын жібек матадан 9 метр. Қандай тамақ бар? Жазып алыңыз, 9 метр. Қандай тамақ бар? Кеспе көже деймін. Кешіріңіз мына жақта, жазып алдыңыз ба? Миллионда жақсы сау болыңыз. Басқа қандай тамақтар бар? 9 метр кеспе тұр дедім ғой мен саған. 9 метр несі тағы? Ой, Арман, шатастырдың ғой еді. Кеспе деймін. Кешіріңіз. Сіз анау палауды Өзбекстанға барып біліп келдіңіз ау деймін. Палау жоқ екен бізде. Басқа тамақ бересіз бе? Онда лағман алып келіңіз, иә. Ламан жоқ енді. Манты әкел онда. Манты да болмай тұр. Сіздер қымбат мейрамханаларыңызда мәзірлеріңіз жұтаң ау деймін. Осы сіздерде аспазшы болып, күләнда деген бір әдемі келіншек істемей ме? Иә. Мен білсем, сол кісі бір кеспе көжені жақсы дайындаушы еді. Иә, кеспе көже бар. Таусылмайтын бір қазан кеспе көже бар. Сол кеспе көжесін ыстықтай алып келіңізші. Жарайды. Сосын Арман дептім ба? Қарындас, қарындас нес? Даяшы, қара бұрыш әкелші, қара бұрыш. Апау, мен қазір келем. Ау? Есік жауып алыңызшы. Сағатбек мынаны да қатырмапты ау. Ой, оған айтқан. Мен бөліндім. Көп кешікпейсің ғой, қызым? Өзіме айтпай-ақ істей салатын адаммын ғой соны. Үйге барып, киініп шық, мейрамханаға барайық. Дамир, сен ренжіме, бүгін апамдар қонаққа баратын еді. Арман екеуміз жалғыз қаламыз, бара алмаймын. Енді Арман кішкентай бала емес шығар, үйде жалғыз өзі қорықпайды. Дамир, түсінші енді, мен бара алмаймын. Басқа жол барайықшы. Жарайды жаным, жүр болмаса қалаға барып қыдырып қайтайық. Сен үйге барып киініп шық. Кешіріңіздер, Төлеген мен қыз жібектің әңгімесін бөлгенім үшін. Арман, өзге адамдардың әңгімесіне араласу мәдениетсіздікке жатады. Кез келген жерге мұрның тыға бермей, бар ішіге. Мұрным тығамын деп басымда тығып жіберіппін енді. Ақыры шыққаннан кейін амандаса салайын енді. Қалайсың, Жақсы, өзің қалайсың? Не айтқың кеп тұр, тез айта бар үйге. Айдана, неге өмірі Арманға ұрса бересің? Не айтқысы кеп тұрғанын айтсыншы. Бүгін мейрамханаға барайын деп жатсыңдар ма? Иә? Ренжіме, Дамир мен Айдананы жібере алмаймын. Үйде ешкім жоқ, мен жалғыз қорқам. Бірақ мен сендерге айтар жақсы ұсынысым бар. Қандай? Бүгін әкемдер тойға кетеді, сондықтан сендерді өзім мейрамханама шақырам. Арман, түсінбедім. Қандай мейрамхана сенде? Біздің Арман даяшы болып жұмыс істеймін деп өз-өзімен әлек болып жүр. Маған тәжірибе керек, Дамир. Құтты болсын. Иә. Мына Арманның айтып отырған ұсынысы бізге өте ыңғайлы екен. Арман, уайымдама. Айдана, бүгін кешкісін. Дамир, қош. Болды, Арман, бар барамыз. ішіге. Болды, уәде ғой. Уәде. Болды, барамыз. Ой, мынау тұтқанын жасап қой деп еді. Ой, сен қайдамсың?
даладан келе жатырмын. Мынау тұтқасы істеп тұрғын. Бағана апам жасап қойды ғой. Ай, апаң пысық қой сенің, а? Жоқ, апаңды алған. Мен пысықпын ба? А? Ай, осындай келіншегі бар, мен бақыттымын ғой. Қош, адамды алдап қойғанға шеберсің әйтеуір. Бірдеңе тапсырсаң, алдап кетесің, болмаса біреуді алдап істеп кетесің. Бүгін ана қонаққа баратынымызды ұмытып кеткен жоқсың ба? Жоқ. Ана көлігіңді жуып қойшы айналайын. Әйтпесе өткен жолғыдай кір көлігіңе ұялып, 2 көше жетпей, ары қарай жаяу жүретін шамам жоқ. Болды, айтсаңыз болды ғой, Күләндау. Шында да қазір-ақ барып бар ғой, Күләнда, сен үшін 15 минутта жарқыратып жуып тастаймын. Арман, ал, бергеш. Қайда? Әңгіме бар дейін, бергеш деді. Алло, Жанатбек? Қалайсың? Бүгін нешеде келесіңдер? Ертерек келе алмайсыңдар ма? Жоқ, анау, Сәкең екеуміз бүгін тойға баратын едік қой. Соған балаларға бас көз болып отырсаңдар дегенім ғой. Қазір қарап тұр. Әкең тура 10 минутта мәшінені жарқыратып жүріп тастайды. Үлгересіз ба 10 минутта? Ой, өгіргенде қалай. Сен қозғалмай қарап тұр. Ал, мен кеттім. Әке, көлігіңіз неге көлік жуғызатын жерге апармайсыз? Адам өзінің көлігін өзі жуған кезде ләззат алады. Онда өзіңіз жуып, өзіңіз ләззатын ала бермейсіз ба? Ей, атадан мал қағанша талғасын дейді. Бұл енді сенің де көлігің болады ғой. Ой, мен айдамайым бұндай көлік. Өзіңіз айдай беріңіз, мен жиіп алам. Біріншіден, жиып алуға әкеңнің қолы жетпейді. Екіншіден, жиіпке сенің аяғың жетпейді. Ой, жоқ, өзім жұмыс істеп, өзім ақша жинап алам жипті. Міне болды, әке. Мен жұмыстарым бітіре берейін. Ой, балаңыз шала деген. Көзіңіз жауып қосты. Міне. Әй, Сәке түріңе не болған? Әке Рембодан алмай қапсыз ба? Рембосын өз. Адам көлікпен арпалысып жатса. Көлігің тағы бұзылды ма? Ой, білмеймін, ота алмайды. Енді не істейміз? Тойға жаяу барамыз ба? Ай, Күлеке, осы бүгін қоң тиген нәрсең бәрі жақсы болып жатыр ғой. Көлікті көресің ау деймін. Кетші. Сәке, көп сөйлемей, бар көлігіңді оталдыр. Айттым ғой мен саған жанармай бітіп қалған деп. Сол жанармай ойыма кіріп шықпапты мен. Мен саған басында айттым, жанармай келмей тұр деп. Сен бостан басқа жағын бәрін шұқылап. Ең бастысы мен ақылды келіншегім бар екен білем ғой. Бар жуын, қазір кешігеміз. Мен де барып жинала берейін. Ой, Жанатбек аға. Қалғалай, Арман? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Өй, сен бойың әлі өспепті ғой. Ой, ақ көрмегеніңізге бір-ақ күн болды, бір күнде өсіп кеткен адам қайдан көріз? Ана, ертегідегі ертөстік бар ғой? Сол сағат санап, күн санап бой өскен. А сенің болатын болса, керісінше күн санап бойың кішірейіп барады. Ой, аға, қызық емес әзілдеріңіз тойда айтып жүре беріңізші. Неге қызық емес? Қызық. Сен өзің әзіл түсінбейсің. Дина жеңге жасаған тамақтарыңыз қатты саңып кетті. Күшті ерекше тамақ істеп беріңізші. Жаным, ау айтсам болды ғой. Сендей алтын қайныма жасап бермегенде кімге жасап берем? Қандай тамақ? Мант жасап беріңіз. Жақсы. Рахмет. Қош келдіңіздер. Арманның мейрамханасы осы ма? Дәл өзі қадіреспедіңіздер. Біз бір дастарханға тапсырыс беріп қойған едік. Мінекей дайын тұр барлығы.
О, отырыңыздар. Керемет, жаным. Рахмет. Қандай тағамдарға тапсырыс бересіздер? Маған стейк. Кешіріңіз, стейк жоқ бізде. Онда кебаб. Кебаб та жоқ. Ендеше лағман бере салыңыз. Лағман да жоқ бізде. Ренжімеңіз. Бауырым, жоқ тағамдардың тізімін неге мында жазып қойғансыз? Мен жазылып тұр ғой кішкентай әріптермен. Жоқ тағамдардың тізімі деп. Бар тағамдардың тізімі арғы бетінде. Аш. Манты. Маған мант беріңіз. Сізге манты? Ал сізге? Қазір ойланып көрейін. Не жесем екен? Маған да манты бере салыңыз. Сізге де манты? Естуімше осы жердің мантылері өте дәмді, бәрі мақтайды. Әрине, сәл күте тұрыңыздар. Жарайды. Айдана, Арман әдемі қылып дайындалыпты. Біздің Арман пысық деп ойламаппын мен. Мен де ойламаппын. Айтпақшы, Айдана, сендер осы үйден көшесіңдер ғой? Сосын біздің пәтерге көшіп келесіңдерші. Енді Дамир, ол жағын мен шешпеймін ғой. Дамир, қойшы. Не болды тағы да? Үйде Жанатбек ағамдар жүр, ят болады. Ят болады. Саябаққа барсақ та, киноға барсақ та, ят болады дей бересің. Сен мен құшақтатқызбайтын болдың ғой. Сен мен жүргелі бері сүйсуді де ұмытып қалдық қой. Не дейсің? Жай, шын. Ойнап жатырмын ғой. Жақсы көрем деймін сені. Біле білсең, бұрындар қазақтар үйленбей жатып, бір-бірінің қолынан да ұстамаған. Ол енді баяғы кезде ғой. Ол кезде бір-бірінің қолынан ұстауға уақыттары болмаған. Бәрі соғыста болды емес па? Сен де айтасың. Кешіріңіз, осындай керемет кеште, осындай ару қызға гүл сыйламадыңыз ба? Әрине, сыйлайын. Гүліңіз қаншадан? Соңғысы қалды, 5000 теңгеден. Арман. Бауырым, 5000 теңгеге қымбат емес па гүл? Енді сіз маймыл қызбен отырған жоқсыз ғой? Әдемі қызбен отырсыз. Мінекейіңіз, Дамирдің атынан қабыл алыңыз. Мінекейіңіз, ақшаңыз. Рахмет. Тағамдарыңыз сәл уақыттан кейін дайын болады. Болды. Жан, мынау гүл саған. Ұнады ма? Я, рахмет. Дайын болып қалған ба не? Иә. Әдемілеп салып беріңізші. Айдананы бірінші рет көріп отырмын ше, ұялып отырған. Айтпам наны. Иә. Дәмінен. Күшті қып жасайды екенсіз ғой, сіз, әдемі болып тұрмын ба? Енді мен әдемін ғой. Рахмет. Арман, өй! Анау, мантыны қайда алып кетті? Итке берейін деп жүрме? Не жұмысың бар, Жанатбек? Не жұмысың ғой? Жай сұрап тұрмын, не істеп жүр ол? Сыртта Айдана мен Дамир тамақ ішіп отыр. Түсінбедім, сонда Дамир біздің қазір далада отыр ма? Иә. Онда оны алып келіп бір амандасу деген нәрсені білмейді. Әлде мен барып өзім амандасып келейін бе? Нең бар олардың? Әңгімелесіп отыр ғой өздері. Жоқ, болмаса Дамир бергеш, бірдеңе айтам деп былай қарай шығарып алып бүйрегінен зік еткізейін ба? Жанатбек, жабай болмаш, кішкентай бала емессің ғой? Кім жабай болып тұр? Әне тамағымыз да келді. Бауырым бергіш? Неге менде 5 манты, ал анада 6 манты? Әлде Айдана сіздің әпкеңіз болғаннан кейін оған көп салып бердіңіз ба? Бауырым, мен сізден сұрап тұрмын ғой. Кешіріңіздер, оның барлығын өзім реттеймін. Ешқандай да ойымдамаңыздар. Арман. Міне, бесеу. Енді
тамақтануға болады. Ас болсын жаным сол. Саған да. Қане, көрейік. Қалай бопты? Ойбай, жаным-ау. Мынауың тура жылап отырып жейтін манты екен. Кімнің әйелі мынаны пісіріп жүрген, а? Ой, жаным. Бұл мантының шығу тарихы жалпы бір қойшы қой бағып жүрген кезде дейді. несін ұялып жүрсің? Өзіңіздің әйеліңізді құшақтай берсең. Ой, кім ұялып отыр? Ешкім де ұялып тұрған жоқ. Әшейін әңгіме айтып жатырмын. Жан, мына жерде 5 манты болғаны қандай жақсы болды. 6 болса, жеп бітіре алмайды екем. Дамир, мен де тойып қалдым. Мен мантымды жасашы. Ой, жаным-ау, мен де тойып тұрмын ғой. Былай істейік. Былай 2-ге бөлейік. Жартысын сен же, жартысын мен же. Тоқта. Мен жақтағаны сен же, сен жақтағаны мен жейін, е? Осылай істейік. Түсінбедім, сонда не болады? Енді сенің қолыңнан ұстамасақ та, манты жеп қояйық та. Ту. Қасым. Ау, апа. Мейрамханада едім. Сіздер шықтыңыздар ма? Жарайды, қазір келем. Дайын отырыңыздар. Апамдар ғой. Бағана қонаққа барып саған ғой. Алып кетті жатыр. Мұн жағын не қылып Туф. Мен аналардың ақшасын алып келейін, кетіп қалмай тұрғанда. Біз қашан тамашаймыз? Буш. Жүр. Сосын Айдана, бүгін үйіңе өзің қайтатын шығарсың. Сен шығарып саламаймын. Е? Жарайды. Бірақ сен міндетті түрде хабарлас. Әрине хабарласам. Тұрайық әнші. Тоқтаңыздар. Мына жердің есеп шотын кім төлейді? Арман, қош, қайдағы есеп шот? Төлеңіздер, бұл сіздерге ауыз ашар емес, бұл мейрамхана. Төлемесеңіздер, күзетшіні шақырам. Жатпеға! Не болды Жанатбек деп? Төлейміз ғой. Кәне әкеш. Бауырым, неге қымбат? Маған не дейсіздер, оны басып қайтыңыздар. Жарайды. 6440 теңге. Бауырым, мына жерде 1000 теңге артық қой. Бауырым, мына жерде неге 1000 теңге артық деймін? 1000 теңге көре алдым. Ой, Арман. Күле алдым деп басынан айта салмайсың, алдамай. Рахмет, келіп тұрыңыздар менің мейрамханама. Сіздер үшін әрдайым есігіміз ашық қой. Жарайды. Рахмет. Иә, Рахмет. келіп тұрыңыз. Арман, менің бағанағы гүлім қайда? Оны бөлмеге апарып қойдым ғой. Сені ғана Сонымен суреттерді маған не үшін жібердіңіз? Сіз не? Құттықтап қойсаңыздар болады, мен даяшы болып жұмысқа кірдім. Жарайсың. Қалай? Кешегі тәжірибен көмектесті ма? Мен үйреткенде көрсетіп бердің ба? Жоқ, жұмысқа бар. Сіздерге даяшы керек болатын, иә деп қабылданып кеттім. Қайта маған жақсы болды, демалыс күндері ғана келді, той болған кезде өзіміз хабарласамыз деді. Ең басы сабаққа кедергісін келтірмейді. Жарайсың. Онда бар дастархан жайшы, бәріміз отырып жақсылап шай ішейік, иә? Иә. Не үшін мен? Мен сен даяшы емессің ба? Ол демалыс күндері ғана ғой. Онда Айдана бар, өзің бар дастархан жай. Ой, аға. Не? Айтпақшы менің әйелім бар екен ғой. Не ұмытсың, бар дастархан жай, шай ішейік дұрыстап.